20 часа. Қатты жүгіреді екенсің, Сәлеметсіз Айгерім, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы, рахмет. Бүгін көңіл күйіңіз жоқ қой, неге көңіл күйіңіз жоқ? Жоқ, көңіл күйім Ержан бар. бірдеңе деді ма? Жоқ. Менің көңіл күйімді аса еш нәрсе түсіре алмайды. Әлде апаның басынан өткен жағдайды естіп көңіл күйіңіз түсіп отыр ма? Иә, бұл жерде неше түрлі қиын оқиғалармен келеді ғой кейіпкерлер. Әркімнің оқиғасын тыңдап отырып көп нәрсе түйесің, басыңнан өткересің, елестетесің. Оңай емес тыңдау, Иә. Тахиржан дейді, саған Алла сабыр берсін, аман бол. Өмір өзен, өз басым ауырып, қаз үйге қайттым дейді. Аллаға шүкір, анашым бар Өзбекстанда дейді. Айгерім қалайсың дейді. Айгерімге сәлем беріп жатқан халқым Баха деген. Баха. Саламатсыздар ма? Алла Рахмет, жар шүкір, болсын жақсы. апаға. Айгерім қашан кетесіз дейді. Тек міне. Білмеймін әлі. Айгерім өзі білмейді. Қанша қатыгез болар дейді. Ұлында қосып соттау керек дейді. Айгерім ерінде жүрекшесі бар, смайликтер жіберіп жатыр саған. Мадина, Айгерім, сенің оқиғаң не болып жатыр өзі дейді. Сенің ісің не болды, айтшы Айгерім. Менің оқиғам біздің сот белгіленген күні сот төрешісінің ауырып қалуына байланысты. Сот кейінге шегерілді. Сөйтіп 5 қазанға тағайындалып отыр. Бәріміз енді 5 қазанды күтіп отырмыз. 5 қазанға тағайындалды. 5 қазанға тағайындалды. Айгерім, сәлем, қанша балаң бар, жолдасың бар ма, бақытты бол дейді. Көп рахмет, аумин. Я балам бар. Балам бар деппін ғой, 3 баланың анасымын, отбасым бар, я жолдасым бар. 3 перзент болған соң Аллаға шүкір. Кейде тосыннан өстіп сұрақ қойып қалған кезде өзім қорқып кетемін де, ана жастардың сұраған кезде кішкене. Аллаға шүкір. Енді тосыннан жоқ, тосыннан жаңағы туған ана қанша жаста деп ана кішкене не болып қаласың да? Тосыннан сұрақ болып қалған кезде қателеспейін деп әрең. Айгерім өте жақсы қыз дейді. Айгерім, амансың ба, сенің жұмыстарың жүріп жатыр ма дейді. Айбек неге жазып отырм, оқымайсың дейді. Сако, қай жерде жаздыңыз? Көрмей тұрмын, жазыңыз, оқиын. Не деп жазып жатсыз? Ой, Айсұлу қоймады. Айбек, Абай ағаға сәлем айтыңызшы, мен уже үмітімді үзгем дейді. Шығыс Қазақстан алыс дейді ғой дейді. Ой, бұл. Айбек деп, ерінің қасына жүрекшілер қойған екен. Оқыдым, Сако. Айгерім, сен күшті қызсың дейді. Рахмет, көрермендер, қазір күн суытып келе жатыр. Жылы жүріңіздер, жылы киініп, күн суытса да, көңілдеріңіз ешқашан суымасын. Не дейді? Әңгіме айта отырайық та, YouTube сұхбатқа шыққансыз. Айгерім, аяғың қалай дейді? Аяғым жақсы, кеше білмеймін, бір күн бұлтты болады ма деген болжаммен кішкене қақсады. Сондай қақсайтындары бар. Күн бұлтты кезде аяғыңыз қақсайды? Иә, қақсайды. Темірден ма, қойған темірден? Ол темірден емес, темірдің өзі ыңғайсыздық алып келеді. Менің 2 аяғымда да темір бар. Мысалы, малдас құрып отыра алмаймын. Мына жерде жаңағы кейіпкерлер отырған кезде, 2-ші қабатқа шыққан кезде маған қажап кетеді темір. Шынымды айтсам, сол үшін ол байқалады, сезіледі. Өзің табиғи нәрсе болмаған соң ол ешқашан жанасып кетпейді ғой денемен бірге. Табиғи емес нәрсе. Кешелі бері сені іздеп отырмын ғой, Айбек дейді. Мен осындамын ғой, ешқайда кеткен жоқ. Айгерім, Сымбат қандай қыз дейді? Сымбат жақсы қыз. Бірақ қатты араласып көрмеппін мен Сымбатпен, енді оғашқылықтарын байқамаппын. Айбек аға, мен тікелей эфирге қосыңызшы, айтарым бар еді дейді. WhatsApp-қа жазыңыз, қосайық. Айгерім, қай жақта сабақ бересіз дейді? Алматының бір жоғарғы оқу орнында оқу орны атау болмайтын сияқты ғой,
Иә. Айгерім кешірімді бол дейді. Қоя сал, Алла береді саған. Мәселе бұл жерде шүкіршілік те емес. Мен шүкіршілік етем, ол үшін мен жасап жатқан амалдарым, ол амал дәптеріме жазылып жатыр. Ал бұл жерде шүкіршілік пен әділеттілікті екі нәрсе деп білемін. Өте дұрыс. Айгерім, болды, осымен тоқтатайық.